кереметті 20 жылдық мерейтойға арнайлап қаладан, ауданнан келіп жатқан барша қонақтар, сексеуілдік ағайын, тоғыз жолдың торабында тұрған сексеуілдік ағайын армысыздар жақпайын. Баршаңызға 20 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Әрқашанда көңілдеріңіз сәнді де мәнді болып, отбасыларыңызда ырыс береке ынтымақ орын алсын. Осы жерде мінекей ақжауықты аналарымыз бастарыңыздағы ақ орамалдарыңыз жасыл жайлауда кейінгі ұрпаққа тарасын. Асқақтау әкелеріміз әке деген, ата деген мәртебе таптарыңызға түспеңіздер. Күліп ойнап жадырап жүре беріңіздер. Тек қана Аллах тағала қуанышты жол болуды нәсіп етсін. Енді мен өзімнің естуім бойынша осы Оңғар ағамыздың баласы Қуан бауырымыз арнайы шақырды. Біздің сонау Маңғыстау облысында ағамыз бар тұғын. Сол ағамыз келіп осындай өзінің бірге қолындай ойнап тебіскен, бірге оқыған жора жолдастарын осы біздің шаңыраққа шақырып, дәмауыз етіп, мақтанайын деп емес, алғанның бергенмен бөлісейік деп жайып жатқан Ақтасарханына шақырып жатқан жайы бар. Сол себепті баршаңыздың шаңырақтарыңызда осындай дәмге толы болсын. Сол дәмді жейтін сәбилеріңіз, ізіңізден ерген ұрпақтарыңыз көп болсын деген келеді. Аман болыңыздар. Құршадай қадірлі аталарымыз, құрмадай қадірлі апаларымыз, аман болыңыздар. Ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Енді көп созбайық, әдептен озбайық. Бір-біріңізді танысып білген шығарсыздар, білесіздер ғой. Болмаса жұбайларыңыз ертіп келгендер бар шығар, таныстырып отырыңыздар. Ары қарай кереметтей ақ тілектен бастайық. Жоғары жақтан бастасақ болатын шығар ағаларымыздан. Жоғарыда отырған Мәке. Біздің сокурсник емес, но соклассник жолдасы ағамыз. Біздің құрметті, ең қадірлі, құрметті, өзіңіздің ішіндегі бағалайтын, сыйлайтын Мәке. Айтып шыққан жоқ, атын айтамын ба деп едім ғой. Мен мақтанып қояйын.